тағыда бір қыз бен анасы болыпты. Ол тек тәтті ғана жейді екен. Тамақ жемейді. Анасы оған тамақ жеші деп айтады. Бір рет жемейді. Ал ол тек кәмпит қана жейді. Сосын ол кәмпит жей берді. Тағы да жей берді. Анасы оған бере берді. Сосын аузы жараланып кетті. Мынандай аузы ойылып кеткен ғой. Мен сияқты үш рет. Сосын оның тілі жазылғанда, ол тілі ойылса да кәмпитті жей берді. Анасы да бере берді. Сосын ол жеп-жеңіл болып қалды. Анасы оны бір қолмен көтере алады. Жеп-жеңіл болып қалды ол. Кәмпит жей берді. Жеп-жеңіл. Сосын ол жер соққанда ұшып кетті. Қағаз сияқты. Сосын? Аспанға ұшып кетті. Сосын жерге қайтадан түседі. Сосын ол жерде ит, сосын бала, сосын анасы қамырдан бауырсақ пісіреді. Сосын бауырсақ дайын болды. Сосын ол бала қамырмен ойнап. Сосын анасы ойнамашы балам, ойнамашы депті. Сосын қоймай ойнай берді. Сосын бауырсақ дайын болады. Ол өзіне бауырсақты алып алады. Сосын иісі мұрын жарып атқанда жемейді. Сосын ол далаға шықты ғой, иә. Сосын иісі мұрын жарып кетті. Сосын ол бауырсақ жемейді. Тек тәтті ғана жейді, иә. Сосын оның иісіне балалар жүгіріп келеді. Сосын балалар бұлай айтады. Ей, маған да бауырсақ берші, бір тістейінші, берші депті. Сосын ол бала бұлай айтады. Ол бауырсақты ол балаларға берсем, олар жеп қояды. Одан да мен ол бауырсақпен ойнайын депті. Сосын ол бауырсақты балаларға лақтырып, жерге түсіп қапты. Осылайша сосын ол бұлт қайнап кетті. Жеп-жеңіл бұлт қайнап кетті. Біт. Сосын ол ата-аналарын үйін сағынды. Сосын қатты жылай беріп, найзағай соғыпты ол бұлт. Жаңағы айнап кетті. Сосын ол жылай берді. Найзағай қанша рет тоқтамайды. Сосын ол жылауын қойды, болды. Міне осылай болды. Енді қарап көрейік.